енді қазақта то есть қазақта емес жалпы адамда мынандай қате немене қалыптасып қалған да. Бұрын мен де айтатынмын, есть свое я деген. Баланы тәрбиелегенде айтады, у него есть свое я, стержені бар, солай болу керек, өзінікін бермеу керек, сөйтіп тәрбиелеу керек. Солай ма? Айтады, өзінің немесі бар, өзінің эгосы бар, өзінің свое ясы бар. Доказать етеді, молодец, ярдеме. Кеше менің немеремді біреудің ойыншығын тартып алыпты да. Көрсетші. WhatsApp-қа қойшы. Біреудің ойыншығын тартып алған баланы. Астында жазуларды қараңдар. Елегай бір баланың ойыншықтарын тартып алып ойнап отыр дейді. Менің әйелім не деп жазады? Мен ұқтым да, үйтіп дайындау тәрбиелеуге болмайды. Эгоист болып шығады. Қателесеміз де, біз өзіміз айтамыз. Өзінің неменесі бар, үйту керек деп етеміз да, при этом эгоист тәрбиелейміз. Бұл жерде өте тонкий нәрседен, мысалы, еврейлер сөйтіп тәрбиелейді, бірақ енді еврейлердің жасап жатқан жаманшылығы да көп. Байлықты бірін-бірі соғыстырып, бірін-бірі ана миллиард алып, адамзатқа жақсылық жасап жатқан жоқ. Сен кереметсің дейді да. Бірақ біз бәрібір адам тәрбиелеуіміз керекпіз да, еврей тәрбиелеуіміз керек. Кейде біз қателесеміз. Еврейден үлгі алу керек, еврей былай деп та. Еврейлер жалмауыз. Өте керемет, бірақ жалмауыз. Олар маған еврейлермен көп араласқан кісілер айтады да, адам оларға лимон сияқты дейді. Лимонды алып сығады, сен лимонсың. Сығады, әбден біткеннен кейін алып лақтыра салады. Вообще немене жоқ. Ең соңына дейін қолдану керек та, әбден соңғы неменен шыққаннан кейін ол саған сен оған уже адам ретінде қызық емессің. Мүлде қызық емессің. Бірақ олар өздерінің балаларын сөйтіп тәрбиелейді. Олардан жақсысын алу керек та, жаманынан жиіркену керек жаңағыда. Сен жақсысың, сен кереметсің. Кереметсің дегенде сен біреуді ренжітпейтін адамсың. Біреудікін тартып алмайтын адамсың. Және де сондай түсінік қалыптастырып тастаған. Өзіңдікін берме, төбелесе кет, свое я деген. Шынына түбі жаман, түбі жақсылыққа апармайтын сезіп отырсыңдар ғой, несчастный болады адам. Эгоист болып шығады.